Достар, бүгін балаға суды қай кезде беру керек екендігі жайында айтамыз. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Жалпы балаға суды 1 айға толған соң беріп бастауларыңыз керек. Себебі су ол бүкіл ағзаға көмек, барлық зат алмасу процесіне қатысатын болғандықтан. Өмірінің алғашқы жылдарында балада өтпелі кезеңдер болады, олардың ең біріншісі сарғыштық кезінде суды балаға глюкозамен бірге тағайындаймыз, бауырды шаю мақсатында жақсы көмек береді. Келесі жағдай бұл баланың терісінің қатты құрғап, сусызданып, аллергия шығу жағдайлар көп кездескендіктен балаға су орасан зор көмегін тигізеді, сондықтан міндетті түрде балаға су тағайындалады. Үшінші жағдай баланың іш қатуы кезінде, дәреті шықпай қатты қиналу кезінде диетотерапия және де ішке массажбен бірге міндетті түрде су балансын реттеу үшін балаға суды тағайындаймыз. Төртінші жағдай ең жиі кездесетін ОРВИ, тыныс алу жолдарының жұқпалы аурулары кезінде балаға сумен бірге тамақты арнайы ерітінділермен шаю, температураны түсіретін дәрілік заттар, мұрынды арнайы тұзды ерітінділермен шаюды бірге тағайындаймыз. Атап айтатын болса, қыздар, судың бала ағзасына тигізетін пайдасы өте зор, сондықтан бала 1 айға толғаннан кейін 30 мл бастап суды беріп бастаңыздар, чтобы бала ауырған кезде қиналып қалмас үшін. Назарларыңызға рахмет, балапандар ауырмасын.